Сәлем бәріңізге, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазір мен Мегаға шығып бара жатырмын. Мегада Адидаста күшті скидка болып жатыр дейді. Сонымен Адидасты барып көрейін. Бір кроссовка алуым керек еді. Бір нормально кроссовка да. Хоть летний болсын, нормально кроссовка алуым керек. Соған баратырмын. Меганы көрем, неужели шығам Мегаға. Мұстафаны Айшамен бірге тастап кетіп баратырмын. 2 сағатқа Мұстафа шыдайды. Айша 2 сағат мен қарай тұрам деді. Саған бізге елка орнатып қойыпты ғой. Құдай, біздің подъезд ғой мынау. Подъездімізге елка орнатып қойыпты. Мен жұқа киініп шығып баратырмын. Потому что папамыз күтіп тұр паркингте. Осындай менің бүгінгі киемім. Мына двойкам бұрын кие алмай жүредім, енді киіп алдым. 2 қағат кезімде кие алмай жүргем. Кеттім ал. Мегаға келдік. Ура, ура, ура. Пока бала тыныш жатыр дейді. Нормально кіріп баратырмын. Вот Адидас. Адидаста скидка болып жатыр дейді. Соған келгем ғой, міне. Чек сомасына 30% еще қосымша жеңілдік дейді. Мынандай аяқ киім алайын деп жатыр. Томс қарап жатыр. Мынандай, сосын мынандай. Ал мен өзіме дым таппадым. Прикиньте, вообще не кроссовка жоқ, ешнәрсе таба алмадым. Сонша келгендегі. Өзіне дым таппаған Анара жүр. Ары бері. Қазір басқа магазиндерде кіріп көреміз, может бар шығар басқа жерлерде. Джессика дұрыс айтады. Табанды бол дейді. Упорный бол деп тұр ғой сонда. Дұрыс, любой нәрседе табанды болу керек қой. Любой нәрседе, любой мамандықта, любой жұмыста. Дұрыс, молодец, жарайсың. Мына жерден ылғи да тамақ ішетін жерінен тамақ ішіп алдым. Енді ана жерде бір не бар еді? Аяқ киім сататын жер. Қазір қарап көремін, тоже аяқ киім бар ма, нормально. Жоқ па. Папамыз алып берем деп тұрған кезде алып алайын десем, дым таба алмай жатырмын. Адам деген көп. Арман. Үйге келіп алдым. Мегаға барып, сонша жүріп, бір ролтонмен мороженое алғансың ғой. Айшаға, маған, Фатимаға. Сол құры келатырмын жынды ұқсап. Не кроссовка алмадым, не спортивка алмадым. Бір нәрсе алам ғой деп сондай надеждамен барып едім. Ештеңке алмай келатырмын. Енді ертең 40-мыздан шыққаннан кейін, Құдай бұйыртса, полный киінем деп тұрмын. Спортивка, мен енді в основном спортивный, свободный киінем, қандай классикаға вообще жоқпын. Полный киімді алуға барамын, Құдай бұйыртса. Мінеки үйіміз жинап жатырмыз. Короче, диван ортада тұратын білесіздер. Ең шетке қойдық. Мінеки столды пока мынерге қойдық, оны қазір мына жерге қоямыз. Бардак болып жатырмыз. Ыдыс, мусор. Қазір бұның бәрін дұрыстап жинаймыз. Так, мен не көрсетейін дедім? Мен мынаны көрсетейін дедім. Мусорға тастаймыз деп мына қағаздардың бәрін не істедік, сөйтсек ішінде қараңыздаршы, мынаны қалай тастайсың? Мұхамеджанның соншама еңбектерін жасаған. Қаншама А4. Тастауға қимай, сонымен қайтадан сортировать етіп тұрмын да. Мынаны қараңыздаршы, мынандайды. Қаншауын жасап тастаған. Осыларды 50 теңгеден сатқан, ол еще класстастарына барып 50 теңгеден сатқан ғой мына рубашкаларды. Істемейтін жоқ баламның. Сол қайтадан сортировать етіп тұрмын, мынаны бәрі мусор деп тастап едік. Ал біз енді мына корзиналардан бастаймыз. Той бастар, иә ол? Той бастар. Той бастарымызға алдында видеоларымда көрсеттім ғой. Мінеке 40-нан шығару деген осындай екеу. Бирюзовый цветте екеу алыпты. Мамам алды бұның бәрін. Ішіндегі заттардың бәрін мамам алды. Мамамның вкусы. Мам барып жүр, бұндай жерлерге бәрін жақсы біледі. Мен енді үйден шығамайтын болғаннан кейін мамама қызығып үйден сөйтіп қарап отырдым енді.
Короче, міне мынандай болып шықты ғой. Мынау жастардың дастарханына шарфтармен жаңағы көрсеткеніміздің бәрі. А мынау үлкен кісілер жаққа қарай. 21-22-ден шықты, короче, 2 корзинаға, сонда 40 адамға шығып тұр ғой. 40 емес, енді 30-дан аса адам келеді, қалған 2-ден сөйтіп алар деп тұрмын. 40-нан шығарғанға мынау жаңағы 40 қасық су. 40 қасық әлгі 40-нан шығаратын 40 қасық суын құятын ыдысы. Міне мынау ожауы бүйтіп құятын. Сонан кейін тырнақ алатын қайшысы, міне ішінде шашын алатын лезвиесі. 3 үлкен кісілерге мынандай жүзі жарқын болсын деп, күмістей жарқырап жүрсін деп, міне 3 күміс сақина үлкен апаларға. Сонан кейін міне 925 5-6 асық. 6 асық. Мына 30-40-30-дан асатын адам, 35 адамға жететін 100 теңгелігі бар, міне 50 теңгелігі бар. Осынша ақша мінеке. Осылар салатта 40 қасық су құяды ғой, е? Суға құйып, сол 40-нан шығару деген рәсімнің өзі. Сол 40 қасық сумен әркім тілегін айтып шығаратын суының жабдығы мінеке. Салаттарына салып, маған бәрін дәмдеп. Әдемі болды. Енді бомбонеркалар жасап жатыр. Апасы, Фатима, мінеке. Күшті ғып екеу. Мен Мұстафаны ұйықтатып келдім. Онда толтырып конфет салып отыр. Короче, әр тарелканың алдына қоямыз. Оның басқа блоктарынан көресіздер, құдай бұйыртса, дайындық деген блоктан. Все, біттік. 37 штук. 37 тарелкаға алдына қойғанға деп, мінеке буып, түйіп, дайындақ қойдық. Енді қазір бәрін салып тастаймын. Енді не істейміз, красапетка? Маған көмектесіп жатыр красапетка. Я еще и стол дала, блин. Блин, өзінің столын берді, блин. На отыратын столын бергенге, блин, деп жынданып айтып отыр ғой, жаным. Енді етке көшіп жатырмыз. Мамам екеуміз мінеке. Тұздатып, чеснокпен прям күшті қып. Жылқының еті бұл. Мына жерде. Жая деген сол ма? Мына жерде, короче, міне қазыларымыз. Еттер, міне ет, морозильникте ет. Короче, 6 табақ. Мына жерде әкей жамбастықын алдым. Неге? Жамбастық тартып жібересің деп бір сүйек қой. Етін алып, сүйегім бар, кішкене сүйегімен етімен қосып. Қар жоқ, таспен атысты деген осы шығар деймін да. Екеуі. Ойбай. Фатима, байқа, қызымның көзін шығарып жүрме. Екеуі атысып ойнап жатыр. Қар болғанда күшті болатын еді дейді да. Енді қар жоқ, таспен атыстады. Бәрін шашып, мына жердің бәрін. Енді шашып атсыңдар ғой. 2 ойыншық дейді. Мына жердегі мына ойыншықтардың бәрін шашып жатыр, мына қыз. Мынаның бәрін шашып жатыр, міне. Ойбай. Қатты мен ұрмасай, дурочка. Қатты ма? Енді қатты ғой. Қымен қына жатамайды. Қымен қына жатамайды, Фатима. Қорқақ па, я, Фатима? Собака же не сильно бьет. Ой, то есть наоборот сильно бьет. Ой, то есть не сильно. Не айтып жатсың. Давай, бей. А держи. Ойбай. Держи. Екеуінің ойыны бітпей жатыр, сөйтіп қармен атысып. Ойбай, мен ұрайын деп тұрған қорқып біттім ғой. На тебе. Санжар қолын сындыртпай жатыр дегендей. Айша, сындырт қолыңды.
болды, успокоились. Қойыңдар, құрсын болды. Ананы демалтпай жатыр, короче, Айшаны мазасына алып. Аружан мен Мұхамеджан жоқ, скучно. Ана қыз ойнамайды онымен. Қайда ойнаған? 15 жасқа кеп. Маша мен медведь қой, короче, шы. Маша медведьке келеді ғой, өстіп. Медведь өмір өстіп жүреді ғой. Айша ұқсап, Маша өмір өстіп жүрді, мынау ұқсап. Мінеки, короче, мынандайға орап қойдық. Салафанмен, бантикпен. Светті өшіріп қойдым, Мұстафа ұйықтап жатыр да. Мынау сыйлықтар, короче, мынау фен. Мынау мынандай наборы. Сосын полотенцалар, орамалдар, мынандай полотенце. Турецкий полотенцалар ғой. Солар, короче. Мынандай 100 теңге көргестер ма? Мынаны қараңыздар. Мынаны айтам. Короче, міне, жаңадан шықтым. Мына жерде 100 теңге деп жазылып тұр. Мына жерде ненің сурет екенін түсінбедім. Кім түсінді мынаны, мына 100 теңгені? Тым түсінбедім мен мына 100 теңгені. Міне мына 100 теңгелердің қасындағы, короче. Все, үйді жинап, тазалап қойдық. Ыдыстардың бәрін аяққа үйдік. Ыдыстың бәрі мамамның ыдыстары ғой, короче. Мен ыдыстарым жетпейді, сонымен мамамның үйінен барып, мамамдар жақтан алып келдік. Нерде тамақ іштік, мінеки, жылтыратып тұрып, полдың бәрін жуып, тазалап қойдық. Мінеки, тап-таза. Күнде салют, күнде. Ана жерде де, ана жерде де. Қай жерге барсаң да салют. Міне столды. Осындай жер стол қоямыз дедік. 4-еу, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Короче, 30-дан аса адам ғой. 33, ары кетсе 35 болады. 30 бен 35-тің арасы. Бірақ мынау 40 адамға арналған стол. Ортасын осылайынан қойып шықтық. Мінеки. Сол, красопетка. Қаңғыбас келді. Жер столға. Қайсы? Плитка ғой, плитка. Кімде? Біздікі ғой? Саған. Не екенінде түсініп тұрған жоқ. Мына диванды жинап тастадық, болды, ашпаймыз бұны. Жинап тұрады. Біз қақта ұқтаймыз. Сен ұйықтамайсың вообще, тұрып жүресің. Подписчиктеріме пока де. Пока де. Пока, сау болыңыздар. Осымен видеом аяқталды.